Сәлем бердім. Мен Өзбекстандағы Қоңыраттың келіні боламын. Бүгін сіздерге тұсаукесер бізде қалай өтетінін көрсетемін. Алдымен өзімізге қарап боянып аламыз. Вуаля! Көз болған үшін өзіме темно-синий цветті таңдадым. Темно-синий орамалмен. Мен қатты боянғаны ұнатпаймын. Просто так тональный крем и пудра и осындай бес цветіне ұқсаған помаданы жағып аламын. Блестящий болып тұрады. Болды, одан артық ештеңе жақпаймын. Тұсаукесерге қызымды да алып барамын деп ертерек бақшадан алып келдім. Менің 2 балам бар, кішкенесі ол. Ұлымға енем қарап тұрамын, беймарал барып келе бер, болмаса тұсаукесерді көргендей болмайсың деді. Бұл тұсаукесер әрі бір жасқа толып жатыр, сол үшін қызымды алып алдым, қызық көріп кесін деп. Өзінше крутая болып киініп алды, образы өзінен қатты ұнады. Детский подаркамызды алып жолға шықтық. По пути кете бердік, себебі ресторан қатты ұзақта емес. Бұл ресторан 1 жыл алдын ашылған, өте керемет, күшті, прям культурный жер. Дубай десең Дубай, ішіне кіргеніңізде осындай Дубайға түсіп қалғандай болып, бар жаққа аузыңыз ашылып кіріп барасыз. Осындай дуалға әдемілеп ойып сызылған суреттері бар. Бұл жерге біз көп болмаса да бір келіп тұрамыз. Гап ойнағаны, ол гап дегені переводы черная касса деп айтылады. Осылай общий залды дайындық қылыпты. Бізден басқа ешкім кіргені жоқ. Где-то бір 50-60 шақты адамға жай дайындаған, өте күшті қылып, аккуратный қылып дайындапты. Көптен көрмей жүрген жақындарымызбен сөйлесіп, сағынып, әңгімелесіп тұрдық. Оға дейін адамдардың бәрі жиналды. Сосын бәріміз келіп отырдық. Осы оформлениясына әдемілеп жасатыпты, өте күшті. Сосын ең үлкені біздерге дастарханды ашып берді. Сосын жеп отырдық. Билеуге шықты әпшелеріміз, мамаларымыз. Осылай бөлініп шығып тілектерімізді айттық. Мына жерде менің қызым тортқа жете алмасын, әрең жетіп отырып жеп алды. Енді бұл жағына өздеріңіз бір тамашалаңыздар. Осылай құдалары бір-біріне киттерін таратты. Сосын біз шығып, жайлап қайттық. Туылған күн өте күшті өтті.